Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 3-ші сынып математика пәні 167-ші сабақ қорытындылау тақырыбы. Бірінші тапсырма. Есептерді шығар. А нұсқасы тәуелсіздік күніне ұйымдастырылған өлең оқудан мектепішілік сайысқа барлығы 84 оқушы қатысты. Бастауыш сынып оқушылары барлық қатысқан оқушының 4-тен 1 бөлігін құрайды. Ал орта буын оқушыларының олардан 16-сы артық. Қалғаны жоғары сынып оқушылары. Сайысқа жоғары сыныптың неше оқушысы қатысты? Ең алдымен бастауыш сынып оқушыларының санын анықтаймыз. Олар барлығы 84 оқушының 4-тен 1 бөлігін құрайды. Оны анықтау үшін 84-ті 4-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 21 болады. Ал орта буын оқушылары бастауыш сыныптан 16-сы артық. Демек 21-ге 16-ны қосамыз. 37 болады. Ал жоғары сыныпты анықтау үшін барлығы 84 оқушыдан азайтамыз. Бастауыш сынып 21, орта буын 37 оқушы. 21-ге 37-ні қосқанда 58 болады. 84-тен 58-ді азайтқанда 26. Жауабы сайысқа жоғары сыныптың 26 оқушысы қатысты. Есебі тәуелсіздік күніне ұйымдастырылған шығарма жазу сайысына облыс мектептерінен 96 оқушы қатысты. Бұл қала мектептерінен қатысқан оқушыларға қарағанда 3 есе артық. Сайысқа барлығы неше оқушы қатысты? Есептің берілгені облыс мектептерінен қатысқан оқушылардың саны 96. Олар қала мектептерінен қатысқан оқушылардан 3 есе артық. Демек, қала мектептері облыстан 3 есе кем болады. Сонда 96-ны 3-ке бөлеміз. 32 болады. Ал барлық оқушыны анықтау үшін облыс мектептерінен қатысқан 96 оқушыға қала мектептерінен қатысқан 32 оқушыны қосамыз. 128 болады. Жауабы сайысқа барлығы 128 оқушы қатысты. Екінші тапсырма. Берілген жиын элементтерінен өзің анықтаған қасиеттер бойынша 2 ішкі жиын құр. Әрбір жиынға атау бер және элементтерін жаз. Тапсырманы қима қағаздармен орында. Бізге берілген жиынды А жиыны деп аламыз. Оны жалпы сандар жиыны деп аламыз. Енді 2 ішкі жиын құрамыз. Б жиыны, С жиыны. Б жиынын 2 таңбалы сандар жиыны деп алып, оның элементтерін жазамыз. Оның элементтері 10, 30, 40, 60, 12, 70 сандары. Келесі С жиыны, оны 3 таңбалы сандар жиыны деп аламыз. Оның элементтері 100, 300, 500, 900 сандары. Сонда Б жиыны тиісті А жиынына, С жиыны тиісті А жиынына. Үшінші тапсырма. Есепті шығар. Үшінші есептің жауабы әуеге барлығы 490 отшашу жіберілді. Төртінші тапсырма. Есепте. 3-тің квадраты көбейту 10-ның квадраты. 3-тің квадраты 9, 10-ның квадраты 100. 9 көбейту 100, 900. 8-дің квадраты 64, қосу 910. 974 болады. 9-дің квадраты 81, қосу
3-тің квадраты 9, қосу 5-тің квадраты 25. Үшеуін қосқанда 115. 9-дың квадраты 81, қосу 8-дің квадраты 64. Екеуін қосқанда 145. Келесі 9-дың квадраты 81, қосу 700. 781. 8-дің квадраты 64, қосу 10-ның квадраты 100, қосу 6-ның квадраты 36. Барлығын қосқанда 200 болады. 5-ші тапсырма. Көрсетілген соманы жинау үшін қандай қағаз, ақша мен монеталарды алу қажет? Өрнектер жаз, бірнеше нұсқаны қарастыр. 887 теңгені алу үшін 500-200 теңгелік қағаз ақшаны және 100, 50, 20, 10, 5, 2 теңгелік монеталарды алу қажет. Келесі 850 теңгені алу үшін 500-200 теңгелік қағаз ақшаны және 150 теңгелік монеталарды алу қажет. Келесі 536 теңгені алу үшін 500 теңгелік қағаз ақшаны және 20, 10, 5, 1 теңгелік монеталарды алу қажет. 215 теңгені алу үшін 200 теңгелік қағаз ақшаны және 10 теңгелік, 5 теңгелік монеталарды алу қажет. 6-шы тапсырма. Өрнектер бойынша есептер құрастыр. Бірінші өрнек бойынша есеп құрастырамыз. Блокнот 215 теңгеден 3 дана. Қалам 95 теңге. Барлығы неше теңге? Ол үшін бірінші өрнекті пайдаланамыз. 215-ті 3-ке көбейтіп, оған 95-ті қосамыз. 740 болады. Жауабы барлығы 740 теңге. Екінші өрнек бойынша есеп құрастырамыз. Блокноттың бағасы 215 теңгеден 2 дана. Қалам 95 теңгеден 4 дана. Барлығы неше теңге? Оны анықтау үшін екінші өрнекті пайдаланамыз. 215-ті 2-ге көбейтіп, 95-ті 4-ке көбейтіп қосамыз. Сонда 810 болады. Жауабы барлығы 810 теңге. 7-ші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеудің жауабы 731-ге тең. Екінші теңдеудің жауабы 295-ге тең. Үшінші теңдеудің жауабы 800-ге тең. Төртінші теңдеудің жауабы 143-ге тең. 8-ші тапсырма. Шеңберлердің радиустарының ұзындығының қосындысы мен айырмасына тең екі шеңбер сыз. Бірінші шеңбердің радиусы 3 см, екінші шеңбердің радиусы 1 см. 3-ке 1-ді қосқанда 4 см болады. Енді айырмасын табамыз. 3 см-ден 1 см-ді азайтқанда 2 см болады. Сонда радиусы 4 см және 2 см-лік 2 шеңбер сызамыз. Мына үлкен шеңбердің радиусы 4 см, кіші шеңбердің радиусы 2 см. 9-шы тапсырма. Есепті граф көмегімен шығар. 4 дос бір-біріне қонаққа барады. Үйлердің орнына нүкте қой және олардың арасын сызықтар арқылы қос. Неше жол шығады? Бірінші досы екінші досының үйіне қонаққа барады. Екінші досы үшінші досының үйіне қонаққа барады. Ал үшінші досы төртінші досының үйіне қонаққа барады. Онда төртінші досы. Сонда барлық жолды санаймыз. Бірінші жол, екінші жол және үшінші жол. Жауабы 3 жол шығады.